Найзағай бұлт пен бұлт арасында болатын ұзындығы бірнеше километр, диаметрі ондаған сантиметр, ұзақтығы секундтың мыңдаған үлесінде болатын электрлік ұшқынды разряд. Найзағай кешенді атмосфералық құбылыс. Бұл құбылыс кезінде қалың будақ жаңбырлы бұлттарда және бұлттар мен жер арасында көп еселі электрлік разряд пайда болады. Найзағайға берілген есепті шешіп көріңіз. Есептің шарты былай. Аспандағы екі бұлттың электр зарядтары 20 кулон және 30 кулон. Бұлттар арасындағы орташа қашықтық 30 км болса, онда бұлттар бір-бірімен қандай күшпен әсерлеседі? F әсерлесу күшін анықтаймыз. Анықталған әсерлесу күші қауіпті ме? Егер әсерлесу күші қауіп тудыратын болса, біз найзағайдан қалай қорғанамыз? Найзағайдан қорғану жолдарын және тұрмыста қолданылатын жай тартқыштардың қызметі туралы айтып беріңіздер.